Саламатсыздар ма, құрметті отандастар? Мен Польшаға, Варшаваға келіп, онда ОБСЕ-нің сессиясында шығып жатырмын. Қазақстандағы шынайы не болып жатқанын барлығын айтып жеткізіп жатырмын. Енді Қазақстандағы шынымен жағдайды ашық көрсететін адамдар өте аз. Осы видеоның астында жаңағы сессияның болып жатқан заседанияның ссылкасын қоятын боламыз. Сол эфирге кіріп, сіздер Қазақстанның делегаттары не деп өтірік айтып жатқанын барлығын көре алатын боласыздар. Біз не себепті осы режимге қарсы күресу жайлы, қаржыландыру жайлы, осы шет мемлекетке көптеп адамдарды координатор штабы дейміз, жаңа штаб координаторларын, журналистерді шығару жағын айтып жатырмыз. Себебі міне осындай международный сессиялар, заседаниялар болған кезде Қазақстанның делегаттары келіп, ой, Қазақстанда бәрі жақсы, реформалар жүргізіліп жатыр, демократия орнығып жатыр деген өтіріктерін айтуда. Міне сол өтіріктерін әшкерелеу үшін біз де осында қатысып, айтып жеткізіп жатырмыз. Бірақ біз өкінішке орай азбыз. Біз көп болуымыз керек. 50 шақты, 100 шақты адамдар келіп, Қазақстанда осындай жағдай болып жатыр деп шындықты айтқан кезде, бұлар да мән беретін болады. Сол үшін, достар, маңызды. Біз осы видеоның астында ссылканы қоямыз, сол жерге кіріп қараңыздар. Қазақстанның делегаттары не деп өтірік айтып жатқанын, мынау Назарбаев, Тоқаев, Қанішер жүйесін қалай ақтап жатқанын көресіздер. Соның барлығымен бөлісіп, шындықты жеткізіп отырыңыздар. Сондай-ақ Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесін қаржыландыруға шақырамыз. Сіздер қаржыландырып, мына режимді ертерек құлатқанымызда шынымен де демократиялық мықты мемлекет құрамыз. Бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар, режимге қарсы күресіңіздер. Алға Қазақстан!